Сәлем достар! Айгөркем Мирболекова Қазақша рецепттер каналына қош келдіңіздер. Бүгін біздер меренгілі сүзбелі бәлішті дайындайтын боламыз. Құрамына қажетті заттардың барлығын описание бөлімінде қалдырдым. 100 грамм майға, сары майға 80 грамм қантымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Миксердің көмегімен, миксер болмаса қолымызбен де араластыруға болады. Бір жұмыртқамызды қосып, шым-шым тұзымызды қосып, тағы да миксердің көмегімен тездетіп араластырып аламыз. Қоймалжың массыға 200 грамм ұнымызды және 10 грамм қопсытқышымызды салып, біркелкі масса етіп, миксердің көмегімен, миксер болмаған жағдайда қолдың көмегімен де араластыруға болады. Қолымызбен біріктіріп, массамызды, майымызды, жұмыртқамызды бір келкі масса болып қалыптасуына қолымыздың көмегімен септігін тигіземіз. Қамырымыз дайын. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Салмаға қажетті 400 грамм сүзбемізді, 100 грамм қант, 100 грамм қаймақ және 3 жұмыртқаның сарысын қосып, блендердің көмегімен еземіз. Қоймалжың масса пайда болды. Жақсылап тұрып, табамызға орналастырамыз. Жан-жағын біркелкі қылып. Дайын бәлішімізді 180 градуста пешімізде пісіріп аламыз. Яғни әркім өзінің пешінің мөлшеріне, яғни градусына қарайды. Оған дейін біз меренгімізді дайындаймыз. Жаңағы 3 жұмыртқаның ағына 100 грамм қантты қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұл жерге 15 грамм жүгерін де қосуға болады. Қатып жақсы формасын ұстау үшін. Меренгіміз дайын. Осылай тексеріп аламыз. Бәлішіміз пісті. Енді меренгімізді үстіне орналастырамыз. Міндетті түрде суығанды күтудің қажеті жоқ. Енді насатканың әр түрін пайдалануға болады. Мен осындай насатканы пайдаландым. Кішкене уақ тішелер бар насатканы қолдануға болады. Жақсылап орналастырып болғаннан кейін бәлішімізді тағы да пешімізге 5-10 минутқа қойып аламыз. Бұл әдемілікке және бір ерекше дәм береді, меренгінің өзі де білесіздер. Менің каналымда түрлі тәттілер, оңай жасалатын рецепттер бар. Міндетті түрде қосылып, тіркеліп, тамашалаңыздар, бөлісіңіздер. Тамашалап бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.